Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін мен сіздерге осындай қазіргі уақытта хит болып жатқан восточный пирогтың рецебімен бөлсемін. Видеода көріп тұрғандарыңыздай қоюлатылған сүт қамырымен үйлесіп, сондай қанты өте көп емес, дәмді болып шықты. Видеоны соңына дейін көріп, каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Бұл пирогты жасау үшін ең алдымен таза ыдысқа жұмыртқа салып, оның үстіне қант салып, екеуін ерігенше араластырып, ери бастаған кезде үстіне бөлме температурасында тұрған сары майды салып, біріккенше араластырамыз. Масса біріккеннен кейін алдын ала електен өткен ұнға бір қасық разрыхлитель салып, оны да араластырып, осы жұмыртқалы массаның үстіне аз-аздан саламыз. Ұнды шетінен аз-аздан сала отырып, венчикпен араластырып, масса қоюланғаннан кейін қолымызбен жұп-жұмсақ қамыр илейміз. Осындай жұп-жұмсақ, өте нәзік, қолға жабыспайтын керемет қамыр шықты. Дайын қамырды 10-15 минутқа бетін жауып тындырып, келесі кезекте оны формаға саламыз. Пергамент қағазын төсеп, форманың шет-шетіне қолымызбен жайып, осындай бортики жасап шығамыз. Шетіндегі қамырларды біркелкі болу үшін мен осылайша дөңгелек кескішпен кесіп алып шықтым. Артылған қамырларды алып, пирогтың астыңғы жағына салып, бір тегіс етіп қолмен жайып алдым. Келесі кезекте начинкасын дайындаймыз. Ол үшін кураганы ұсақтап турап, және де арасына қара мейіз қосып шықтым. Қоюлатылған сүтке сапасы өте жоғары айналайын немесе 3 желания қоюлатылған сүтін пайдалануға болады. Бетіне грек жаңғағын сеуіп, алдын ала қызып тұрған пеште 20-22 минуттай пісіріп аламыз. Менің каналымның дамуы үшін өз үлесіңізді қосып, каналыма тіркеліп, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Видеоның толық рецебі описание бөлімінде көрсетілген.